Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыз ақпаратты шифрлау, практикум. Бүгінгі сабақта практикалық жұмыстар орындаймыз. Алдымен А деңгейі. Алмастыру шифрын пайдаланып, төмендегі сөйлемдерді шифрла. Қазақстан тәуелсіз мемлекет. Біз бақытты баламыз. Білімді ұрпақ, ел болашағы. Осы А деңгейінің жауаптары. Б деңгейі. Мына сандармен жасырылған сөйлемді шифрдан шығар. Және Цезарь шифрын қолданып сөздерді шифрла. Ол сөздер: Нұрсұлтан, қадам саны 4 деп таңдайық. Алматы, қадам саны 5 деп таңдайық. Шымкент, қадам санын 6 деп таңдайық. Үлгі: халық шгойың боп шифрланды. Қадам саны 4-ке тең. Әрбір әріп өзінен кейінгі 4 әріппен алмастырылады. Бұл тапсырманың жауаптары. Сандармен жасырылған сөйлемді шифрдан шығарғанда: бірінші мектеп кеме, білім теңіз. Және Цезарь шифрын қолданып сөздерді шифрладық. Ол төменде берілген. Соңғы С деңгейі. Кестені пайдаланып, отан туралы 2 мақалды шифрлап жаз. Екінші, мәтіндік редакторда «Менің отаным Қазақстан», «Мен өз елімнің болашағымын» деген тақырыптардың бірін таңдап эссе жаз. С деңгейінің жауаптары. Отан отбасынан басталады және отан оттандастық деген отан туралы мақалдар шифрланды. Және эссені өздеріңіз орындайсыздар. Сонымен бүгінгі сабағымызды балалар қорытындылаймыз. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.